Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Мадина. Бүгін сіздермен осындай сочный котлеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Астымызға тартылған етімізді салып аламыз. Үстінен туралған майдалап жуамызды саламыз. Нанның ортасын саламыз, яғни бөлке, батон. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Тұзымызды саламыз. Дәміне қарай бұршымызды саламыз. Бір жұмыртқа қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді қолымыздың көмегімен жақсылап дөңгелетіп отырып форма жасаймыз. Оны панировочный сухариға аунатамыз, екі жағын бірдей. Түсінікті болу үшін сіздерге тағы да бірнеше рет қайталап көрсеттім. Тура осы рецептпен жасап көрсеңіздер, котлеттеріңіз өте дәмді, прям сочный болады. Мінекей барлығын осылай дайындап аламыз. Табадағы қызып тұрған майымызға котлеттерімізді салып, қызарғанша қуырып аламыз. Құрамына қажетті заттардың барлығын төменнен описаниядан көре аласыздар. Котлетім дұрыс шықпайды деген қыздарға таптырмас рецепт деп ойлаймын. Бір жасағаннан-ақ керемет болып шығады. Ал енді подливін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге бір сәбіз және бір жуа қажет болады. Сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз, тура видеодағыдай. Жуамызды жақсылап турап аламыз, жіңішкелеп. Қызып тұрған табамызға кішкене ғана сұйық май құямыз. Үстіне жуамызды салып, қуырып аламыз. Жақсылап бір рет араластырып жібереміз. Сәбізімізді саламыз. Жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Мен қызарту үшін паприка салдым, сіздерде болмаса, салмай қойсаңыздар да болады. Енді котлеттерімізді жақсылап орналастырып, үстіне бір стақан су құямыз. Қақпағын жауып, 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Баяу отта. Мінекей котлеттеріміз дайын болды. Бір жасағаннан-ақ осындай әдемі, керемет болып шығады. Міндетті түрде үй-іштеріңізді жасап қуантыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.